бәріміз ортаға шыға қойып, көңіл күйімізді көтерейік. Қоңырауды шыға қойып. Бәріміз тұрамыз. Жақсы балалар, олай болса балалар, біз бүгінгі көңіл күйіміз көтеріңкі болу үшін сендерге мен айна беремін. Әркім өзінің бойындағы жақсы қасиетті айтып кезектесіп, айнаға қарап өз қасиеттерін айта қойыңдар. Мен өте әдемімін. Мен өте адалмын. Келесі. Мен өте ақылдымын. Мен өте дос. Мен өте ақылдымын. Мен өте әдемімін. Мен адал доспын және ақылдымын. Жақсы, өте жақсы, керемет. Мен ақылдымын. Мен әдемімін, ақылдымын. Мен ақылдымын, мен спортсменім. Жақсы, керемет. Мен ақылдымын, және де мен футболды жақсы көремін. Мен әрқашан жақсы оқимын және футболды жақсы ойнаймын. Өте жақсы. Мен әдемі, мен сұлумын. Мен ақылдымын және адалмын. Өте жақсы, жарайсыңдар балалар. Олай болса балалар, көңіл күйіміз көтерілді ма? Ал енді біз топқа бөлінейік. Мына жерде балалар өзімізге ұнаған жемістерді және көкөністерді әр оқушы жақсы көреді, соны алсын. Кім қандай жемісті, кім қандай көкөністі жақсы көреді? Келе қойды. Өздеріне ұнаған жемісті және көкөністі аламыз. Ал. Бері қой жасайын. Алып па алды? Болды, жетті ма? Бөлісің. Жарайсыңдар, ал міне қатар қалдар. Кімнің қолында жеміс бар екен, кімнің қолында көкөніс бар екен, байқап жүрейік. Ал, кімде жемістер бар екен? Олай болса балалар, жемістер мына топқа отырайық, бірінші топқа, көкөністер екінші топ бөлінейік. Екінші топқа. Ал, жыдандар өз парталарын отыра қойыңдар. Көкөністі алғандар ана топта, жеміс алғандар бірінші топта. Бірінші партада. Бөлдік ба? Жақсы. Балалар, бірінші топ естерінде болсын. Жемістер. Екінші топымыз балалар мінекей есімізде болсын. Көкөністер. Шатаспаймыз, шатастырмаймыз. Мақарам кел, мына стол дайын. Отыр кел. Отыр. Отырамыз, қышталамыз. Жақсы балалар. Енді топқа бөліндік қой. Олай болса балалар, енді топқа бөлінсек, біз ары қарай кеше берілген үй тапсырмасын орындап келген оқушылар болса, кезектесіп оқып отырайық. Үй тапсырмасына нешіншіге қай тапсырма берілді? Қайсымыз айтыңыз? Бір сөйлемді оқимыз, тек әр оқушы бір сөйлемнен оқиды. Ол жерде тапсырмада бізден сұрақтың мезгіл, мекен үстеулері бар. Сөздерді қойғанбыз, сол сөздерді айта қойыңдар. Қандай сөздер қойылды? Үй жұмысының 15 тапсырма бірінші. Күнде таңертең бір алма жесең, денсаулығың жақсы болады. Бұл жерде бір мезгіл үстеу, мекен үстеуін қайсысын қойды сен? Бірінші сөйлемді оқыдың ғой, енді айта қой. Мен қойдым күші таңертең. Таңертең, жақсы. Мезгіл ма, мекен үстеу ма? Таңертең мезгіл үстеу. Жақсы. Келесің кім оқыды? Екінші сөйлемді. Сізде ағаштың жоғары жағында екі алма қалып қойылды. Күзде мезгіл үстеу. Күзде, жақсы. Жансая келесі үшінші сөйлемді оқи ғой. Дайын отырамыз, дәптерлерімізді ашып. Екі алманың үзіп алса, кешке дейін сақтап қойдым. Кешке дейін. Қандай үстеу екен? Мезгіл үстеу. Асия, оқи ғой, келесі сөйлемді. Алма түнде соңғы сөйлемді. Алма түнде қорытуға жақсы көмектеседі.
Al, Alina kelesi sürende okuyacak soңғы. Күзде атам алманы жинап алады. Күзде мезгіл үстеу болады. Жақсы, өте жақсы. Келесі. 115-ші тапсырма. Күнде таңертең бір алма жесең денсаулығың жақсы болады. Таңертең мезгіл үстеу. Жылдамдатып. Түнде ағаштың жоғары жағында екі алма қалып қойыпты. Қай жағында? Жылдам. Екі алма қалып қой, жоғары. Жоғары жағында? Жағында. Отырш болды, отырамын. Келесі. Кім дайын? Магара оқы. Үшінші. Екі алманы үзіп алып, кешке дейін сақтап қойдым. Бұл жерде? Қандай істеу? Кешке дейін, е? Кешке дейін. Қандай істеу екен? Мезгіл ма, мекен ба? Мезгіл. Келесі, Нұрсат оқысын ба? Нұрсат оқы отыр. Алма түнде асты қорытуға жақсы көмектеседі. Түнде. Мезгіл. Келесін. Күзде атам алманы жинап алады. Күзде мезгіл мекені. Мезгіл істеу. Қыста алмалар қыста жақсы сақталанады. Қыста жақсы сақталады. Жақсы. Жарайды. Олай болса балалар жақсы, өте жақсы орта келгенсіңдер. Олай болса балалар, бүгінгі біздің жазып келген мәтініміздің ішінде алма қандай дәруменге жатады екен? Дәрумен қандай пайдасы бар екен? Алманың пайдасы қандай екен? Айта қойыңдар. Алманың пайдасы көп. Адамға? Алмада витаминдер көп. Мысалы А, С, Е. Міне балалар, міне кез келген көкөністі, жемісті жегенде біздің денсаулығымыз қалай болады екен? Жақсарады екен. Олай болса балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың, жаңа тақырыбымыздың сабағы ас адамның арқауы. Мінекей біз балалар, қандай да бір ас ішкеннен, қандай да бір көкөніс, жеміс жегеннен балалар, біздің денсаулығымыз қалай болады? Жақсы болады. Олай болса балалар, бүгінгі жаңа сабағымызды кездесетін жаңа сөздеріміз бар ма? Сабақтың бүгінгі сабағымыздың мақсаты мәтіндегі негізгі ақпаратты анықтайды. Мәтіннен мезгіл және мекен үстелер тауып, ауызша, жазбаша жұмыстарды орындаймыз. Бәріміздің қолымыздан келеді, балалар. Олай болса балалар, ары қарай. Мінекей, тақтаға қарай қойыңдар. Бүгінгі біздің жаңа тақырыпқа кездесетін жаңа сөздер. Бірінші топ. Оқи қойыңдар, кезек-кезек. Орысша баламасы мен қазақша баламасын оқып шығады. Кезектесіп, жылдан. Жартылай дайын өнімдер. Сақталу мерзімі. Сақталу мерзімі. Орысшасында айтыңыз керек? Срок годности полуфабрикат. Келесі. Тамақ. Тамақ. Келесі. Күні бойы 5 ден. Келесі. Аз нәрселерді меню. Келесі. Пайдалы тағам. Полезный. Келесі топ. Ал енді балалар, біздің осы жаңа сөздерімізге қанекей күн сөйлем құрап жереді. Не болмаса сөз тіркесін айтып жереді. Айта қойыңдар, қайсыңыз дайын? Айта қойың. Мен бүгін тамақ іштім. Өте жақсы, мен бүгін тамақ іштім. Келесі. Нұрсат. Мен дүкеннен жартылай дайын өнімдер сатып алдым. Жарайсың балалар. Мен бүгін достарыммен бірге пайдалы тағам жедім. Өте жақсы. Мен бүгін достарыммен ас мәзірін дайындадым. Жақсы. Келесі. Айлен. Мен бүгін достарыммен ойнадым. Ойнадым? Күні бойы ойнадым. Күні бойы ойнадым. Жарайсыңдар балалар. Олай болса,
дәптерімізді, сөздік дәптерімізді алып, жылдамдатып сөздігімізді жазып алайықшы.